адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректікісі дегені батыр дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап білмейді. Рақымдылық, мейірбандылық, әрбір түрлі адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да болса игіде демек. Бұлар жүрексі, асықтық та жүрексі. Тіл жүректің айтқанда көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдаға тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш. Көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті, ақыл мойындаған нәрсеге қиын болса да мойындау. Әділетті, ақыл мойындамаған нәрсеге де оңай да болса мойындамау ерлік. Батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақта адам баласы ғой. Көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылықтың жоқтығынан азат. Білместігімнен қылдым дегеннің көбіне нанбайым. Білімді білсе де, арсыз, қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бірлігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүргені мақты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілердің бәрі бәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратығын сөздері. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір түгіл, әуелі адам ба өзі?